Сәлем достар, бүгін сіздерге өте оңай әрі керемет шығатын банан қосылған шоколадты пирожныйдың рецептісін ұсынамын. Ол үшін бізге сүт, пісте май, банан, ұн, шекер, жұмыртқа және қопсқыш керек. Ең алдымен сүт пен сұйық майды қосып, үстіне банан салып, блендермен езіп араластырамыз. Енді таза ыдысқа 5 жұмыртқа мен шекерді араластырып, жақсылап көтерілгенше 5-6 минут миксерлейміз. Жақсылап көтерілгеннен кейін үстіне банан езбесін салып, астынан жоғары қарай араластырамыз. Ұн мен қопсқышты араластырып, массамызға үткіштен өткізіп саламыз. Сосын астан үстіне қарай біріккенше жақсылап араластырамыз. Дайын массамызды противенге толығымен құямыз. Бетін тегістеп шығып, қызып тұрған духовкада 160 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Піскен коржымызды противеннен алып суытамыз. Кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге 500 грамм қаймақ пен 2 Қазақстан шоколад керек. Шоколадты микротолқынды пеште ерітіп аламыз. Шоколадты ерітіп алдық. Енді аз-аз қаймақтан қосып, тез-тез араластырып, біріктіріп аламыз. Сосын барлығын бірге араластырып, біріктіреміз. Үстіне 20-30 грамм бадам жаңғағын майдалап қосамыз. Жаңғақтың кез келген түрін қосуға болады. Коржымызды пергамент қағазынан босатып, 2 бөлікке бөлеміз. Мен размері 19-да 29 формамен бөліп алдым. Егер форма болмаса, жай пышақпен тура етіп бөлсеңіздер болады. Пирожныйымызды жинауға кірісеміз. Формаға салып, корждың үстіне креміміздің жартысынан көп бөлігін саламыз. Видеода көрсетілгендей тегістеп шығып, үстіне екінші коржды салып, қалған кремімізді жағып шығамыз. Үстін тегістеп шығып, тоңазытқышқа 4-5 сағатқа салып қоямыз. Ганаш дайындаймыз. 100 грамм шоколадқа 10 грамм сұйық май қосып, микротолқынды пеште ерітіп аламыз. 4-5 сағаттан соң тоңазытқыштан пирожныйымызды алып, бетіне ганаш құйып, тегістеп шығамыз. Сосын тоңазытқышқа шоколадымыз қату үшін 10 минутқа салып қоямыз. Енді пирожныйымызды пышақтың көмегімен жайлап формадан босатамыз. Бетіне какао немесе үгітілген майда шоколад сеуіп шығамыз. Пирожныйымыз дайын. Пышақтың көмегімен 12 бөлікке бөліп шығамыз. Дайын пирожныйымызды дастарханға ұсынамыз. Өте нәзік, дәмі ауызда ериді. Және көргендеріңіздей қол жетімді өнімдерден осындай керемет пирожный жасауға болады. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.